Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Мен Гүлназ Сәбитовна, гинеколог-дәрігер. Бүгін біз өте практикалық және өте қажетті тақырып туралы сөйлесеміз. Жыныстық қатынасты жақсартатын 5 гинекологиялық кеңес. Гинеколог ретінде мен сізге дәрігерлік тұрғыдан ғылыми негізделген кеңестер беремін. Бұл туралы ашық айту ұят емес. Жыныстық денсаулық жалпы денсаулықтың бөлігі және оны жақсарту сіздің құқығыңыз. Мен бүгін сізге мынаны айтамын. 5 нақты кеңес гинекологиялық тұрғыдан. Неліктен маңызды физиологиялық негізі және практикалық бүгіннен бастап жасай алатындай. Дайынсыз ба? Бастайық. Бірінші кеңес. Кегель жаттығуларын жасаңыздар. Бұл гинекологтардың ең жиі ұсынатын жаттығуы. Бірақ неге жыныстық өмірге пайдасы бар екенін аз адам біледі. Кегель жаттығулары жамбас түбінің бұлшық еттерін нығайтады. Бұл бұлшық еттер пубококкигеус бұлшық еттері жыныстық өмірде маңызды рөл атқарады. Нығайса не болады? Жыныстық сезімталдық артады. Оргазм қарқынды болады. Оргазм кезінде бұлшық еттер күшті жиырылады. Жиырылу неғұрлым күшті болса, оргазм соғұрлым қарқынды болады. Сонымен қатар жыныстық қатынас кезінде екі жаққа да рахат артады. Вагиналды тонус жақсарады. Климакстан кейін немесе бала тууден кейін бұлшық еттер босаңсыса, кегель жаттығулары ең тиімді шешім. Қалай жасаймыз? Несеп шығаруды тоқтататын бұлшық етті табыңыздар. Дәл сол бұлшық ет. 3 секунд қысыңыздар. 3 секунд босатыңыздар. 10 рет. Күн сайын 3 сет. Жаттығу орны керек емес. Телефонда отырып, машинада, офисте, кез келген жерде жасауға болады. 6-8 аптада нәтиже байқалады. 3 айда айтарлықтай жақсару. Екінші кеңес. Гормондарымызды тексеріңіздер. Бұл өте маңызды, бірақ өте аз адам ойланатын кеңес. Жыныстық ынталану мен рахат гормондармен тікелей байланысты. Тестостерон жеткіліксіз болса, ынталану болмайды, рахат болмайды, оргазм болмайды. Бірақ тестостерон гормоны тек еркектердің гормоны деп санайды. Жоқ, әйелдерде де болады. Және жыныстық өмір үшін өте маңызды. Сонымен қатар эстроген жеткіліксіз болса, жыныс жолы құрғайды. Жыныстық қатынас ауырады. Ауырсыну болса, рахат болмайды. Климакс кезінде, босанудан кейін, кейбір контрацептивтер кезінде эстроген деңгейі төмендейді. Не істеу керек? Гинекологқа барыңыздар. Тестостерон, эстроген, пролактин, тиреоид анализдерін тапсырыңыздар. Гормондар реттесе, жыныстық өмір табиғи жолмен жақсарады. Кейде тек гормонды реттеу бәрін өзгертеді. Үшінші кеңес. Жыныс жолының ылғалдылығын сақтаңыздар. Бұны жиі елемейді, бірақ өте маңызды. Жыныс жолының құрғауы жыныстық қатынасты ыңғайсыз, ауырлы, рахатсыз етеді. Себептері: эстроген төмен болуы, стресс, дегидратация, кейбір дәрілер, климакс. Не істеу керек? Бірінші, жеткілікті су ішіңіздер. Күн сайын кем дегенде 2 литр. Ылғалдылық тек терін ғана емес, жыныс жолында сақтайды. Екінші, табиғи лубриканттар. Дәріхана немесе интернет дүкендерде сатылады. Су негізіндегі ең қауіпсізі. Майлы немесе силиконды кейбір жағдайларда болмайды. Үшінші, гинекологқа барыңыздар. Эстроген жетіспесе, жергілікті эстроген крем немесе суппозиторий тағайындалуы мүмкін. Төртінші, алдын ала ынталануға уақыт бөліңіздер. Жеткілікті ынталану болса, табиғи ылғалдылық артады. Асықпаңыздар. Төртінші кеңес. Жыныстық жол инфекцияларын алдын алыңыздар және дер кезінде емдеңіздер. Бұны кеңес ретінде айтам, себебі инфекциялар жыныстық өмірге тікелей кедергі жасайды. Молочница, бактериальды вагиноз, хламидиоз, барлығы жыныстық қатынас кезінде дискомфорт, ауырсыну, жағымсыз сезімдер тудырады, рахат болмайды. Алдын алу жолдары. Интим гигиенасын дұрыс сақтаңыздар, сыртын ғана жуыңыздар, ішін жумаңыздар. Хош иісті сабын, спрей, гель қолданбаңыздар, микробиомды бұзады. Мақта іш киім киіңіздер, синтетика инфекцияны ынталандырады. Жыныстық қатынастан кейін несепке барыңыздар, цистит алдын алады. Тұрақты серіктеспен болыңыздар, немесе презерватив қолданыңыздар. Жыл сайын гинекологқа барып тексерілу, инфекцияны белгісіз кезеңде анықтайды. Инфекция бар деп күмәнданса, дереу дәрігерге. Ерте емделген инфекция бірнеше күнде өтеді. Кешіктірілгені созылмалы болады. Бесінші кеңес. Стресс пен ұйқыны реттеңіздер. Бұл гинекологиялық кеңес болмайтын сияқты, бірақ мен дәрігер ретінде айтамын. Стресс пен ұйқысыздық жыныстық өмірдің ең үлкен жауы. Неліктен? Стресс кезінде кортизол бөлінеді.
Кортизол тестостеронды тікелей басады. Тестостерон азайса, ынталану жоқ, рахат жоқ, оргазм жоқ. Сонымен қатар стресс кезінде ми қалып режимінде, жыныстық өмірге ресурс бермейді. Ұйқы жетіспесе, тестостерон одан да азаяды. Себебі тестостерон ұйқы кезінде бөлінеді. Аз ұйықтасаңыздар, аз бөлінеді. Нәтижесінде ынталану жоқ, шаршаған, жыныстық өмірге ойлары да жоқ. Не істеу керек? Стрессті азайтыңыздар. Медитация, жаяу жүру, хобби, психолог. Ұйқыны реттеңіздер 7-8 сағат. Жатар алдында телефонды қойыңыздар. Жатын бөлме тек ұйқы мен жыныстық өмір үшін болсын. Жұмыс, сериал болмасын. Жұбайыңызбен жасырмай сөйлесіңіздер. Эмоциялық жақындық жыныстық жақындықтың негізі. Жанжалды шешіп барыңыздар, кек сақтамаңыздар. Бонус. 6-шы кеңес. Жыл сайын гинекологқа барыңыздар. Бұл жыныстық денсаулықтың ең маңызды негізі. Белгі болмаса да, ауырмаса да. Гинеколог тексерісі бар мәселелерді ерте анықтайды. Гормон деңгейлерін бақылайды, инфекцияларды анықтайды және сізге жеке кеңес береді. Қорытынды айтайын. Жыныстық қатынасты жақсартатын 5 гинекологиялық кеңес. Бірінші, кеде жаттығулары. Жамбас бұлшық еттерін нығайту. Оргазм қарқынды болады. Екінші, гормондарды тексеру. Тестостерон, эстроген реттелсе, ынталану мен рахат артады. Үшінші, жыныс жолының ылғалдылығын сақтау. Лубрикант, су, эстроген терапиясы. Төртінші, инфекцияларды алдын алу және дер кезінде емдеу. Дискомфортсыз жыныстық өмір. Бесінші, стресс пен ұйқыны реттеу. Кортизол азайса, тестостерон артады. Жыныстық өмір жақсарады. Осы 5 кеңесті жасаңыздар, нәтижені өзіңіз байқайсыздар. Осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар. Каналға жазылыңыздар. Комментарийде жазыңыздар. Осы кеңестердің қайсысы сізге ең пайдалы болды? Барлық комментарийлерді оқимын. Жақындарыңызға, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Жыныстық денсаулық туралы ашық сөйлесу мәдениет белгісі. Келесі видеода вагинизм туралы толықтай айтамын. Не, емделе ме, кімге барамыз? Сонда кездескенше, аман болыңыздар, денсаулықтарыңыз мол болсын. Мен Гүлназ Сабитовна, қайта кездескенше.